Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Біздің Шымкенттегі грядкамыз. Шымкенттегі шылауышын бағатын жерімізге осылай асқабақты беріп жатырмыз. Бұл асқабақ қосымша деликатес шылаушынға, қосымша азық. Жаңағы балапандары кішкентай шылаушынның. Солар жақсы жейді бұны, сосын жақсы көбейеді. Былайша айтқанда бордақы болады ғой. Қазір жақта ағамыз жеңгемізбен бірге істеп жатырмыз. Семейный бұл тірлікті ше. Әр тірліктің өзіне жараса еңбегі бар. Мына асқабақты майдалап жатырмыз. Қазір жақының түсіретін боламын тағы да. Осы жерде бағып жатырмыз біз. Мына асқабақтың үлкендігін қарасаңызшы. Менің аяғым мынау. Не деген сонда? Осы асқабақты шылаушындарға беріп жатырмыз міне. Осылай міне. Осылай бауырлар, бисмилля, міне асқабақ тасып жатырмыз шылаушындарымызға. Керемет деликатес. Бұларға той бойында отыр ғой, той. Міне осының бәрін үстіп майдалап беретін боламыз. Әр еңбектің, әр жұмыстың, әр кәсіптің өзіне байланысты еңбегі болады. Осындай асқабақтарымыз болса, шылаушындарға берсеңіз керемет азық болады. Бұлар бордақы болады, қып-қызыл болады. Балапандарына керемет азық болады мынау ше, ертең жібіген кезде. Бұл қазір үстіне осылай тордай қылып себеміз. Ана жақтың да видеосын саламын қазір, бұдан кейінгісін. Осы асқабақ бұларға 3 апта 1 айға азық болады. Жалпы осындай шірген асқабақ шықса, бергендеріңіз жақсы. Деңізге видеода айттық қой жаңа. Бұлардың негізгі азығы көң. Сол себепті мынау қосымша азықты. Болса жақсы бергендеріңіз. Үйден шыққан, асханадан шыққан осындай көкөністің қалдықтары, пияз, сәбіз, картошка. Бірақ мөлшерімен де қатты көп беріп жемеу керек. Бірақ мынау асқабақ сәбіздер ашымайтын неге жатады. Ал капуста дегенде біз қуратып беруіміз керек. Қуратып органика қылып ше. Ал айтпаса капуста шірейді ол же. Капуста бар ғой. Ол ашиды. Капуста бұлай бере алмаймыз капустаны. Соны ескеріңіз, ертең жаздың уақытында қарбыз, қауын деген керемет пайда болады. Осылай бауырлар. Осылай бауырлар. Шылаушынға дайындап береміз. Мына асқабақ шылаушын неге көңге тиген екен, одан сайын шірейтін болады да. Бұйырса бір 3 апталық азық қой бұған. 3 апта жоқ болып жүрді. Сосын бір бауырларымыз асқабағын дәнегін шылаушынға зиян екен деп жатады. Ешқандай зиян жоқ. Асқабақтың дәнегін жемейді, қалған жей береді. Енді ертең асқабақтың дәнектер көңде өнетін болады да, шығып кететін болады ше. Сол кезде кішкене не болады демесек, жұлып қайтып өзім үстіп тастай саламыз. Бұлар жаңа органиканы жейді дедік қой. Ондай сабандарды, сабандарды. Осы сабанда шірсе, осыларға азық болады. Осы себепті асқабақ шықса ертең бетіне оны жұлып тастай саламыз да, оны да азық қылып жейтін болады. Енді бұл асқабақ шықса жақсы сіздердің өңіліңізде. Сәбізде болады, құрмада болады. Осындай тәтті нелерді жақсы жейді да бұлар. Бүгін бұларға қосымша азық қой енді. Қосымша азық болғаннан кейін береміз осылай. Сонда нәтижеге ерте жететін боламыз. Былайша айтқанда бордақылап жатырмыз ғой. Жағдайлар жақсы болса жақсы өнім береді дегендей ғой. Әрекетке берекет деген осы. Бізде қазір Шымкентте ауа райы +10, +15 болып тұр.
Керемет болып тұр бізде. Осы каска қырсаңыз ертерек бастаңыз. Бірақ бір нәрсені біліңіз. Бұлардың негізгі азығы осы малдың көңі. Негізгі азықтар солар малдың көңі да. Сол себепті бізде асқабақ жоқ қой деген уайым болмасын сізше, бұл асқабақ қосымша азық. Болса бересіз, болмаса не жоқ. Ал енді жаңа көңді айтып жатырмыз. Көң міндетті түрде 3-4 айлықтан 1,5 жылдың арасында көң болу керек. Одан асқан көңде азық қалмайды. 5-6 айға жетпеген, бірақ осылай үгітіліп тұрған көңде қолдануға жарай береді. 1,5 жылда асқан көңде мынандай болады. Жақынан түсіріңіз, мұны көзбен қап-қара болады. Бұл қап-қара көң уже компостқа айналып кеткен, яғни күйу процесіне өтіп кеткен да. Бұның жаңағы неге пайдасы зор. Огородқа, шаруашылыққа, егін шаруашылыққа. Осыны осы шылаушын өндірген биогумуспен араластырып берсек, тіпті керемет болады. Енді осындай 1,5 жылда асқан көң осындай қап-қара болып кетеді да. Түсінен біле берсеңіз болады. Ал жаңағы 6 айлық, біз айтатын аяқ түсіңіз. 6 айлық 1,5 жылдық көң деген мынандай болады, қоңыр болады. Көрдіңіз бе? Түсін, осыны ажыратасыздар. Сосын ал мынандай қап-қара болатын болса, ол уже жарамайды ол. Түсіндіңіз бе? Сол себепті біздің айтатымыз осы. Сол бағдар. Мына шылаушындарымыз біздің. Байқап қарасаңыздар, орталарында белгілене кальциолар барлары. Бұлар уже екі қабат. Жақында тұқым тастайды. Осыларға азық ретінде беріп жатырмыз. Мынау жұмыртқасы осының. Сары осы жұмыртқасы. Осы жұмыртқаны апта сайын туады бұлар. Одан 10-нан 20-ға дейін шылаушын шығады. Одан шыққан шылаушын қайтадан 50-60, ұзағы 90 күнде осы жұмыртқа тастайтын шылаушынға айналады. Сол бағалар. Шымкентке, оңтүстікке көктем ерте келеді. Міне +15, +16 болып тұр бізде. Осы бәйшешек гүлдерін барлық келіншектерге арнадық. Аналарымызға, әпкелерімізге, апаларымызға. Ал мына бір екі бәйшешекті. Бұны келіншегіме арнадым мен. Сондай әдемі болып тұр екен, сұп-сұлу болып. Осылай гүлдей жайнап жүре беріңіздер.